Үлкен қалада туылған балаларда бұзылыстар көбірек региондарға қарағанда. Идеальный болу деген нәрсе ол өте қауіпті, ол қоғамға қауіпті. Қалай бұл кризисті көрсетпеген бала соншалықты мамасыны ренжітіп алмай, мамасының көңілінен шығу үшін напряжение бәрін бала денеде ұстап алады да, осылай мұжылып, осы напряжение денеде осылай мұжылып қалады да. Сөзсіз бұл бала үлкен жетістікке жетеді, бұл бала дарынды мектепте оқуы мүмкін. Мысалы бізде Алматыда бар ғой, РФМШ, НИШ немесе биыл арнайы дарынды балаларға арналған мектепте оқуы мүмкін, бірақ какой ценой? Бала тіпті 1 жасқа дейін папа, мама деген нәрсені білмейді. Бұл жерде кім көбірек эмоционалды беріп отырады, сол адамға жақындау болады. Егер сен бақытты, денсау баланы қаласаң, онда сен карьераң жоқ болады онда сенде. Ал егер карьераңды қуалайтын болсаң, онда сенің балаңда проблема болуы мүмкін. Сен қайсын таңдайсың? Соны айтып тұрмын ғой, баланс жоқ. Ол миф, ол өзін жұбату үшін ананы үлгерем, ондай болмайды, ондай. Аяқталған гештальт деп айтып жатады, аяқталған іс-әрекеттерде баланс болмайды. Мама бәріне үлгереді, сосын мама ұйықтардан бұрын антидепрессант ішіп жатады, мысалы. Бәріне үлгеру үшін, мама ертеңгі күні қайтадан оянып, өмірді жалғастыру үшін, осы темпте жүру үшін мама антидепрессант қабылдайды, немесе бала антидепрессант қабылдайды. Қалған заттардың бәрі маңызды емес. Жарайды, Инстаграмда, білмеймін, бүкіл ЖК-ны сатып алсын, тіпті не то что пәтер, басқа мамалар, басқа адамдар. Бірақ сіз өзіңіздің миссияңызды сіз жеткілікті орындайсыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл әдеттегідей бәрі-бар YouTube жобасы. Мұнда біз тамаша адамдардың оқиғасы туралы тәжірибелі білікті мамандардың біліммен бөлісеміз. Бүгін бізде қонақта клиникалық балалар психологы Әсем Леспай. Әсем, қуаныштымыз, алтын уақытыңызды бөліп, осылай студиямызға келгеніңізге көп алғыс айтамыз. Рахмет, барлығыңызға қайырлы күн. Қуана келістім. Бәрі-барды жақсы көрем, сүйіп оқимын. Рахмет. Әсем, байқауымша уақытыңыз өте тығыз. Іске жазылатын балалар көп сияқты. Былтырғы бір хабарландыруыңызда жыл соңына дейін бізде қабылдау жабық деген тәрізді хабарландыруыңызды көрген едім. Қазірдің өзінде уақытыңыздың тығыз екенін байқаймыз. Бұл нені білдіреді? Сізге келетін клиенттердің көптігін бе, әлде балалар психикасы тым әлсіреп кетті ме, балалар психологына жүгінетін адамдар көбейген ме, әлде беймаза ата-аналар көбейді ме? Немен байланыстырасыз? Енді бұл өте күрделі жағдай. Қазіргі таңда бір жағынан қуанышты, бір жағынан өкінішті жері де бар. Қуаныштысы, ата-аналар баладағы проблеманы көріп, оны маманмен бірге емдеуге тырысады. Ал өкініштісі, қазіргі әрбір екінші балаға психологиялық көмек қажет. Бұл жерде баланың психикалық процестерінің уақыт өте келе әлсіз болып жатқанын біз көреміз. Сондықтан біздің жұмысымыз күннен күнге көбейіп жатыр. Алдағы уақытта одан да көпте болуы мүмкін. Тіпті психологиялық емес, тіпті біз педагогикалық жұмысты да жасауымыз мүмкін. Ондай болжам болашақта көп кездеседі. Себебі балалардың қалыптасуы, балалардың даму процестері бір күрделі кезеңдермен өтіп жатыр. Қазір балалардың арасында біз нормотипичный баланы біз кездестірсек, біз қуана бастаймыз. Ал өзінің темпімен, немесе тежеумен дамып келе жатқан балаларға қосымша үнемі көмек керек болады. Бұл тек қана психолог емес, басқа да қазір жаңа мамандар да қосылып жатыр. Сондықтан өте тығыз. Енді білмеймін, мен қуанам ба,
или бұл сондай өте бір өкінішті, кішкене бір мұңаятындай жағдай ғой шынымен де. Бірақ жұмысымда, кабинетімде балалар шынымен де көп. Жалпы бұл құбылыс бұрында бар ма еді, әлде осы кейінгі жылдары көбейді ме? Мысалы, біз өзіміз кішкентай болғанда, мысалы, өзіміздің замандастарымызды қарасақ, бұндай бір бұзылыстар дегенді өзіміздің сыныптастарымыздан болсын, туысқандарымыздан болсын байқамайтынбыз. Бірақ қазір енді біздің буын жас ата-аналар буыны. Бірақ біздің қатарластарымыздың балаларынан бұндай бұзылыстарды көп байқаймыз. Бұған не әсер етті деп ойлайсыз? Енді бұл туралы нақты бізде зерттеулер жоқ. Нақты бізде біздің қолымызда нақты белгілі бір статистиканы біз бере алмаймыз. Бірақ менің ойымша қазіргі осы 10 жылдықта туылған балаларда олардың психикалық процесі біздің кезімізге қарағанда әлсіздеу болады. Оған әсер ететін факторлар өте көп. Ол әрине экология, маманың күйі, және біздің жеп отқан тағамдарымыз. Сонымен қатар уақыт өте келе бізде күйзеліс өте көп кездеседі. Мысалы, әсіресе үлкен қалада туылған балаларда бұзылыстар көбірек региондарға қарағанда, себебі осындай бір урбанизацияның салдарынан да осындай бұзылыстар да туындауы мүмкін. Енді бұл менің жеке өз тәжірибемде кездесетін кейстар болғаннан кейін мен өз саламнан оны айта аламын. Одан бөлек балаларда, мысалы, біз кезімізде туылып, өз жағдайымызды өзіміз жасап, әйтеуір қажеттілігімізді өтеп, мектепке барып, қазір балалардың қарапайым мектепке баруы үлкен бір лотерея деп те айтуға болады, себебі қарапайым мектепте оқу үшін сенде бүкіл когнитивті функциялардың барлығы жеткілікті болу керек. Мысалы, қарапайым госшколада оқу, мен сізге айтайын, госшколада оқудың өзі бір қазір андай сирек емес, бір роскош деп те айтуға болады, себебі госшколада оқу үшін сен 30-40 баламен бірге байланысқа түсіп, сонымен қатар сен берілген ақпаратты қабылдау үшін сенің мынау маңдай бөлігің жеткілікті өз қызметін атқару керек. Қазіргі балаларда маңдай бөлігі, мен көп байқаймын, маңдай бөлігі олар жеткіліксіз жеткіліксіз дамиды. Және мен ойлаймын, бұл жерде әсер ететін факторлар өте көп. Қанша күтініп, дайындалып, бала жоспарлап әкеліп атқан мамалардың өзінде де бұзылыспен қалыптасып жатқан балалар көп кездесіп жатыр. Енді бұл нәрсе бізге не береді? Бұл деген нормотипичный балалар енді аз болады. Ерекше балалардың саны жыл өткен сайын көп болады. Балалардың психикалық процесі енді тек когнитивті функциясы жоғары балаларда ғана қалыптасады. Біз сондай поколенияға келдік, және біз сондай проблемаларды көп кездестіреміз. Мен бағана айттым ғой, біздің жұмысымыз психологиялық, психиканың анализаторын дамыту емес, бізде енді педагогикалық жұмыста қосылады. Психиканың қалыптасуына да біз осылай әсер етеміз. Сондай өкінішті, осындай ақпараттар бар, бірақ бұл реальность, бұл өмір, осы нәрсені мен өте жиі кездестіремін. Сосын қазіргі балаларда неге олардың дамуы біз кезіміздегі балалардан ерекше, себебі қазіргі балалар оларда сыртқа шығып, далада ойнап, басқа балалармен қарым-қатынасқа түсу деген даму процесі көп балаларда қалыптаспайды. Соның салдарынан балалар өзінің әлеуметтік аутист әлемінде сол әлемде өмір сүре бастайды. Сосын одан кейін гаджет қосылады.
сол әлемге подкрепление болады, яғни сол өзінің әлеміндегі процестерде цифровизация қосылып, бала мүлдем мынау қарапайым реальный өмірден бүйтіп түсіп қалғандай сезінеді. И осының салдарынан балаларда сенсорлы даму болмайды, осының салдарынан балаларда моторлы даму жеткіліксіз болады, осының салдарынан балалар кеш сөйлейді. Қазір 3-4 жаста бала сөйлесе, уже молодец деп біз қуанып айтамыз. Ал негізі нормада 2 жастан бастап бала уже жаймендеп сөздерді айтып, мысалы фразаларды бере бастайды. Негізі өте көп әсер ететін факторлар өте көп. Былай қорытындылай алып келгенде, қазіргі заманның талабына байланысты балаларда осындай проблемалар туындап жатқан сияқты. Мен ойымша. Жаңа айтып өттіңіз, қала мен ауыл баласының айырмашылықтары көп деп. Одан кейін лотерея сияқты деп, баланың өз-өзіне жауапкершілік ала алуы. Бірақ сол лотереяны ұту үшін де бір қандай да бір ықтималдықтарды арттыруға болады ғой, сонда не істеу керек? Жаңағындай өз-өзіне жауапкершілік ала алатын, психикасы сау баланы өсіру үшін қазіргі ата-ана нені білу керек, нені істемеу керек, нені істеу керек? Негізі бұл өте күрделі процесс. Бұл процесске төзімді, саналы түрде баласы үшін шыдап келатқан маманың психикалық деңгейі жоғары сондай уровеньда болған ата-аналар балаларға көмектеседі. Қалайша? Бірінші даму процесі мамамен бірге байланыспен қалыптасады. Бала мамамен жеткілікті, қауіпсіз, эмоционалды байланыс жасай алса, баланың даму процестері де өзінің нормасымен бола бастайды. Мысалы, бізде мынандай тенденция бар. Мен өте қатты сол үшін ашуланам. Сол үшін мен үнемі көңіл күйім түсіп, ол факторды мен қабылдағым келмейді, бірақ ол шынымен де біздің менталитетте жиі кездеседі. Мысалы, көп аналар декретте отыруды бір бос уақыт өткізу деп қабылдағандықтан, қазіргі балалар маманың жеткіліксіз қасында болуынан да осындай проблемалар туындап жатыр. Осы жерде мен осы сәт пайдалана отырып, осы жерде мен мамалардың бәріне, жалпы әкелерге де, аналарға да, ата-аналарға, ата-әжелерге бәріне мен сондай маңызды ақпарат айтқым келеді. Баланың 3 жасқа дейінгі барлық когнитивті даму процесінде мама, папасы қасында болып, барлығы тұрақты болса, баланың арғарай өз бетінше келесі даму этаптарын алып кету ықтималдылығы жоғары болады. Мен нені айтып отырмын? Мәселен, бала 1,5-2 жасқа дейін маманың құшағында, маманың қасында, мамамен сондай диадалық қарым-қатынаста жүреді. Осы кезде мамада мүмкіндігінше басқа қосымша сырттан келген факторлар әсер етпеу керек. Себебі біз алдында психотерапевттен лекцияда өткен кезде осы күшті ақпарат айтты. Негізі мамалар, негізі олардың психикасы уже сау емес. Себебі жақсы жағынан айтып тұрмын. Себебі маманың құрсағынан бала дүниеге келіп, ол баламен бірге тәуелді сондай қарым-қатынаста жүргеннен кейін маманың психикасы хочешь не хочешь бұл сау болмайды. Потому что мама баламен бірге слиянияда кетеді. Содан кейін мамада уже сондай параноидалды бір қорқыныштар туындайды. Бала құлап түспей ма, бала қақалып қалмай ма, сондай үнемі баланы уайымдай береді қайда барса да. Осы жерде айтайын дегенім, аналардың психикасы тұрақсыз болғандықтан олар үнемі көмекке мұқтаж болады. Ал қазіргі таңда көп аналар балаларды жалғыз тәрбиелейді.
қазіргі таңда мен әсіресе осы неге урбанизация деп жатырмын, үлкен қалаларда балалар мамалармен бетпе-бет жалғыз қалып отыр. Бізде ол еще 1-2 бөлме, если повезет, әрине жүреде өссе жарайды, бала кішкене ой бөлініп сыртта ойнап, оның сенсорлы дамуы дұрыс болады. Мысалы шынымен де пәтерде тұратын аналар, қосымша көмегі жоқ аналар шынымен де тұрақсыз бола бастайды. Онымен қоса қараңызшы, мынау мама жұмыс істемей-ақ, басқа нәрсеге алаңдамай-ақ, ол уже тұрақсыз да, себебі ол бір адамға тәуелді, ол адамды ол қалдырып кете алмайды, оған жауапкершілік бере алмайды. Әрине мамада өзінің ішкі ресурсы ол бітеді да, ары қарай ол күннен күнге, мысалы 2 жасқа дейін ол нәрсе қайталана береді. Осы жерде айтайын дегенім, декреттік кезде аналарға мүмкіндігінше алаңдамау керек. Мен қосымша жұмыс істеймін, мысалы үйде отырып мен мынаны жасаймын деген, бізде әсіресе онлайн бар ғой. Осы нәрсеге мен енді осы нәрсеге мен қарсымын. Оның салдары көп, және баланың алғашқы 3 жастағы маңызды даму процесінде қасында бола алмай қалады. Бұл жерде тек қана баламен ойнау, білмеймін, баланың қажеттілігін өтеу, оған бір заттар алып беру, денсаулығын күту ден бөлек ол. Біз психиканы айтып жатырмыз ғой. Бала мамамен бірге эмоционалды байланысқа түссе, бала мамаға тойса, мысалы еметін кезеңді әсіресе маңызды дейміз, себебі еметін кезең ол тек қана ананың сүті емес, ол тек қана қорек емес, ол жерде баланың мынау центральный нервный системадағы бүкіл нейрондардың жұмысына ол тікелей әсер етеді. Яғни мама сол кезде тактильді байланысты дұрыс реттесе, балада сенсорлы бұзылыс болу ықтималдылығы аздау болады. Егерде мамамен байланысқа түсіп эмоционалды осындай контакт болса, бала шизоидты процесске кетіп қалмайды. Мысалы, шизоидты процесс деген ол бала бір өзінің әлеміне кетіп қалады да, өзінің әлемде, өз-өзімен, мынау өзінің бір қиялы әлемінен баланы түсіре алмай қаламыз. Мысалы, шизоидты процесстер өкінішке қарай жеткіншек кезінде көбінесе шизофрениялық бұзылыстарға өтіп кетеді. Сондықтан ол әрбір адамда ондай ерекшелік болуы мүмкін, бірақ структура болмауына біз ата-ана оған тырысу керек. Осы жерде мама мен баланың арасында эмоционалды байланысты реттеп, одан кейін бізде 3-ге жақындағанда папаның кезеңі қосылады. Бірақ бұл жерде мынау нәрсені білдірмейді, папа 3 жаста ғана керек дегенді білдірмейді. Егерде папа туылғаннан бастап балаға қауіпсіздік беріп эмоционалды байланыс жасаса, бала папамен бірге әлемді зерттеуге кетеді. Міне осы жерде балада невротикалық даму процесстер қалыптасады. Әлемді зерттеу арқылы бала сөйлей бастайды, балада моторлы даму қалыптасады. Мен сіздерге айтайын, моторлы дамуды баланың ірі моторикасымен жұмыс істеу, баламен күресу, баланы көтеріп лақтыру, баламен ойнау деген процесстерді маманың ресурс жетпейді оны жасауға. Осы жерде ол процесстерді папа қалыптастырады. Мысалы, балада сондай гипотонус болатын болса, немесе гипертонус болатын болса, міне мынау жерде уже папа уже ойлана бастау керек. Так, нені қосуға болады маған? Себебі баладағы выносливость, баладағы сондай шыдау, көну, қабылдау процесстерінің барлығы бізде ол агрессивті процесстермен жүреді да, ол нәрсені всегда папа жауапты ол нәрсеге. Мамада сондай шартсыз қабылдау, мейірімділік, махаббат, жұмсақтық деген процесстерді мамадан алады. Енді бұл бір идеальный картина ғой, бірақ дегенмен соған бір 5-6% соған ұқсап кішкене тырысса, балада в принципе басқа мамандарсыз өз-өзімен алып кетуге мүмкіндігі бар. Осы жерде мен үйде отқан аналарға мен оларды шексіз құрметтеймін, және олардың жасап жатқан еңбегі ол ақталмаса да, бірақ егерде оның баласы қарапайым мектепке барса, міне
үлкен жетістік осы жерде. Бағана айттым ғой, мен 3 жастағы кезеңде мама включенный болып, 3-тен кейін бала садикке барады, сосын ары қарай бізде жалпы біздің елімізде садиктің бағдарламасында ірі моторикасын жұмыс істеуіне, андай ұсақ моторикасының қалыптасуына өте жақсы бағдарламалар бекіткен, ГОСта болсын, андай жекеменшік садикте болсын. Сосын ары қарай уже балалар 4-тен кейін жайлап ұсақ моториканы көбірек қоса бастайды. Уже жаймендеп баланың мынау кестевой праксисімен баланы жазуға, әріп тануға, санауға үйрете бастайды. Мен айтайын дегенім, егерде баланың когнитивті процестерін кішкентай кезде 3 жасқа дейін дұрыс қалыптастырса, ары қарай уже қосымша мамандар керек те болмайды. Ары қарай уже біз балаға сеніп, бала алып кетеді. Мысалы, кейбір балалар болады, кейбір балаларда мысалы кейбір әріптерді айта алмайды ғой, Р, С, Ш деген соңғы қалыптасатын әріптерде, осы жерде біз мамандарды қосып жіберіп балаға көмектесіп жібереміз. Ал жалпы алсақ, мамалар қазір мынандай нәрсе бар ғой, мен оған да ашуланамын. Мен бүгін ішкі менің ренжіп жүрген нәрселердің бәрін айтып жатырмын ғой. Мен де мынандай нәрсеге ашуланамын. Мама қазір жертва болып жатыр. Мама балаға бүкіл бос уақытын бөледі. Мама өзінің тәуелсіздігін балаға беріп қояды. Содан мама эмоционалды күйіп кетеді, эмоционалды шаршау болады деп айтып жатады, иә. Мен ол нәрсемен келісем, мен қолдаймын, оның мазасыздығын қабылдаймын, құрметпен сыйлаймын жалпы. Бірақ мына нәрсе айтқым келеді да, егерде мамада ересек позициясы, иә, мынау ересек бөлігі көбірек сыртқа шығып жатса, иә, біздің ішкі бір дауыстарымыз болады ғой. Ересек бөлігі көбірек мамада қалыптасса, жалпы мамада болса, баланың колик болсын, баланың тежеуі, баланың проблемаларымен жұмыс істеу жеңілірек болады. Себебі маманың бейсанасында, жалпы маманың осы ішкі өзінің даусында айта бастайды. Я, сен бұл баланы сен қаладың, бұл баланы жолдасым екеуміз дүниеге алып келдік. Бұл баланың бүкіл процестеріне сен жауаптысың. Және бұл бала қандай болса да, ерекше болса да, тежеу бар, өзінің темпімен қалыптасса да, білмеймін, дарынды болса да, бұл сенің балаң. Бұл жерде сен ол баланы қабылдамасаң, оны қоршаған орта қабылдай алмайды. Сондықтан осындай қабылдау процесі болған кезде мама азырақ эмоционалды шаршауға шалдығады. Сондықтан жауапкершілік, иә, бұл мен балам, мен баламның бүкіл процесіне мен өзім жауаптымын деп осылай қабылдаған кезде, я, әрине ол ауыр ғой, ол мысалы өзіңе жауапкершілік алу ол өте қиын, өзіңнің сезімдеріңе жауапкершілік алу ол өте қиын. Ол адам алып басқа, білмеймін, прививкаға болсын, білмеймін, невропатологқа, немесе садикке жауапкершілікті лақтырып жіберу әрине болады. Мен түсінемін, мен оларды жоққа шығармаймын, бірақ дегенмен айналып келе оған жауапты ата-ана. Сондықтан сол нәрсе болған кезде, в принципе, өмір сүру қиын емес. Жалпы айтқанда. Сіздің не идеальная мама болу норма деген марафоныңыз болды, иә? Иә. Не идеальная мама болу не үшін норма? Не идеальная мама болу? Идеал емес ана болу. Иә, мінсіз емес ана ғой, иә? Мінсіз емес ана болу ол норма, себебі бұл қауіпсіз, біріншіден, және баланың психикалық процестері өз
табиғатымен қалыптасуға бұл әсер етеді. Балада қазіргі көп кездесетін невротикалық проблемалардан туындайтын бұзылыстар азырақ болады. Мысалы, тырнақ тістеу, немесе мысалы кекештену, шашын жеу, әрине ол үлкен уже бұзылыс қой. Шашын ұстау, өзіні бір қосымша мынау заттармен өзін тынышталдыру, немесе саусақ сору, бұлардың барлығы, енді саусақ сору ол психологиялық көбінесе, ол ерте даму кезеңдердегі проблемаларға жатады ол көбінесе. Бірақ кездеседі. Саусақ сорып өзін тынышталдыру процестері өте жиі кездеседі. Бұл қандай балаларда? Бұл балалардың мамалары біріншіден өзіне үлкен талап қойып, одан кейін өзінің қоршаған ортасына үлкен талап қоятын мамаларда, идеальный мамаларда, осындай мамалардың балаларында бұзылыстар жиі кездеседі. Идеальный болу деген нәрсе ол өте қауіпті, ол қоғамға қауіпті, ол баланың өзінің табиғатымен қалыптасатын агрессивті процестері бұғатталып қалады, өзінің табиғатымен қалыптасатын мен жасай аламын, әсіресе 2 жаста қалыптасатын мен қолымнан келеді, бордюрдан жүру, немесе қасық ұстап алып, өзі тамақ жеу, сумкасын іліп алып, айнаға қарап, шаштарын жөндеп, өзі киім таңдап, мысалы болады кейбір балаларда. Мысалы, сол кездер бұғатталып қалады. Одан бөлек ең қорқыныштысы 3 жастағы кризис кезеңі ең қорқынышты нәрсе. Осы 3 жастағы кризис кезеңдерінде балада кризис болмайды. Мысалы, маған көп ата-аналар келеді, бізде 3 жаста кризис болған жоқ дейді. Бұл деген мен осындай, менің бірінші естіген кезде менде реакция осындай болады. Қалай балада 3 жаста қалай бұл кризисті көрсетпеген? Бала соншалықты мамасыны ренжітіп алмай, мамасының көңілінен шығу үшін напряжение бәрін бала денеде ұстап алады да, осылай мұжылып, осы напряжение денеде осылай мұжылып қалады да, и бала өзінің когнитивті процесстерінің келесі этапқа өтуіне мүмкіндік бермейді. Оның себебі, потому что мамаға жап-жақсы бала керек. Ыңғайлы бала керек, мен сөзсіз бұл бала үлкен жетістікке жетеді, бұл бала дарынды мектепте оқуы мүмкін. Мысалы, бізде Алматыда бар ғой, РФМШ, НИШ, немесе биыл арнайы дарынды балаларға арналған мектепте оқуы мүмкін, бірақ какой ценой? Бала өзінің өмірлік ресурсын, бізде мен мамам өте жиі айтатын, сен өзіңе қазіргі уақытқа тиесілі ресурсты ғана қолдану керексің. Сен егерде мынау қордағы ресурсты алсаң, сен ертең 30-дан кейін сенің күшің жетпей қалады. Проблеманы шешуге, проблемаға бетпе-бет келуге деп айтады. Осы нәрсеге мен толықтай келісем, себебі мен жеткіншектермен жұмыс істеймін, әсіресе дарынды жеткіншектермен жұмыс істеймін, осындай мектептерде, лицейде оқитын. Ол балаларда өмір сүруге деген құлшыныс болмайды. Ол балалар бөпе кезден осы нәрсенің бәрін нормадан көп ол ресурсты қолданып қояды да. Балаларда, осындай дарынды балаларда 13 жастан кейін біз антидепрессант бере бастаймыз. Әрине, оны мен бермеймін, оны психиатр береді. Антидепрессант ішіп емделу процесі жүреді. Себебі оның түбінде, мамасы ол көздегеніне жетті, оның мақсаты орындалды, бірақ бала ары қарай өмір сүріп кете ала ма деген сұрақ бар. Бала ары қарай бір жетістікке жете ала ма, мамандық иесі бола ала ма, ол мамандықты ертең өз тәжірибесінде ол жұмыс істеп кете ала ма деген сұрақ туындайды. Міне көрдіңіз бе, идеально болудың осындай үлкен салдары бар да, және ол баланың андай қоғамға бейімделіп, қоғамның мүшесі болмауына да ол нәрсе әсер етеді. Социопаттар, сосын мынандай нәрсе бар ғой. Өте білімді балалардан сондай нәрсе көп. Достары, солар ішіндегісін бөліспейді. Себебі ішіндегісін бөліспейді, себебі оның ішінде болып жатқан ешкім сұрамайды ғой.
мамасы сұрамайды сен қалай, саған ұнайды ма, сенен жасағың келе ма, қалай ойлайсың мынау кружокқа барсақ сен алып кете аласың ба деген сияқты. Ол баламен кеңесу процесстері аз болғандықтан, ондай балаларда эмпатиялық процесс болмағандықтан, енді мамасы жоқ мынау нәрсе орындалады, біз осыны жасаймыз, сен енді осыған барасың дейді. Мысалы бала белгілі бір деңгейде балалық шағынан бас тартады, балалық шағы өтіп кетеді. Ол балалық шақ қарқынды дамып келе жатқан кезде бала білмеймін бір сондай беделді бір мектепке дайындалады, иә, мысалы қазіргі бағанағы айтып тұрған. Одан кейін ол процесстер өтіп кетеді да, содан кейін бала жеткіншек кезеңге келген кезде міне проблеманың бәрі осы кезде қалыптаса бастайды. Жеткіншек кезеңде бұл балаларда психопатиялық процесске өтеді. Психопатиялық сіз айтып тұрған социофобтарда емес, ол социопатический бұзылыстарға алып келеді. Мысалы үндемей жүрген бала мысалы адамға зиян келтіруі мүмкін, мысалы сондай бір заттарды, енді ол дарынды балалар ғой, ол нәрсені кибер процесстермен де орындау мүмкін. Сондықтан оның салдары, бұл салдары, ал негізгі түбірі ол кішкентай туылғаннан бастап сен осындай болу керексің деген, сен осындай мама болу керексің деген өзінің қабылдамауынан туындайды. Яғни идеал мама болу идеал емес дейсіз ғой, иә? Иә, идеал мама болу идеал емес, иә, толықтай келісемін. Ол қауіпті, ол бежевый мамалардың барлығы қауіпті. Бежевый мамалар деген олар кімдер? Бежевый мамалар деген ол мен маман ретінде түсіндірейін. Бежевый мама деген өзіне шынайы болуға, өзіне кейде қателік жасауға, бейсаналы түрде, я мен күр болып қалдым, я мен дұрыс жасамадым, бейсаналы түрде, я мен қателесем, я мен оказывается мен деген, мен бәрінен күшті емеспін деген оның онша емес бөліктерін қабылдай алмайтын мамаларда көп кездеседі. Яғни бежевый мама болу да ол қауіпті, ол да себебі балада сенсорлы процесстер дұрыс қалыптаспайды. Мысалы бежевый мамалар, құдай сақтасын, баланың үстіне бір лай балшық бірдеңе түсіп қалса, уже мамалар невротизациясы көтеріліп тұрады. Сенің үстің кір болып тұрды деген, осындай ішкі дауыс сондай болады. Сенің үстің кір болып тұр, айнан үстін ауыстыру керек деген сияқты. Содан кейін бала өзінің денесін, мысалы кір болып, мысалы су төгіп, мысалы тіпті мысалы бала кіші дәретке барып қояды, сосын кіші дәретпен жүріп, ананы сезінеді ғой. Сосын бір мысалы бала сиіп қояды, екі сиіп қояды, үшіншісінде уже балаға ұнамайды да ол нәрселер. Балада тітіркену болады да, сенсорлы процесстер қалыптасады. Мысалы ал кейбір мамалар, ой, қазір үйдің бәрі былғанады, иістенеді, кілемдер құртылады деп баладан мысалы жер-көк памперстерді памперссіз жүруге мүмкіндік бермейді да, балада дұрыс қалыптаспайды. Мысалы осы нәрседе өзінің денесін сезбейді. Бұл нәрселер тоже бежевый мамаларда өте жиі кездеседі. Мысалы баланы әдемі киіндіріп қояды, сосын бала кукла болып кіреді, кукла болып қайтады. Әрине оның өзінің плюстары бар. Бала аккуратный болады, бәрін дұрыс жасайды. Бұл балада мүмкін оның мынау почеркісі, жазуы мындай әдемі, идеальны болуы мүмкін, но сіз ойлаңыз, кішкентай баланың мынау центральная нервная системасы ондай үлкен напряжениені ұстауға ол бейімделмеген. Себебі баланың мынау оны ұстап тұру деген ол біздің маңдай бөлік қой. Маңдай бөліктің процесстері кішкентай сәбиде әлі жоқ ол. Маңдай бөлік, мен сізге айтайын, 6, 7, 8 жаста қазір балаларда енді қалыптасады. Ол бала кішкентай кезде напряжение ұстап жүреді да, былай. Ойлаңызшы осындай кактус сияқты былай алып жүреді, анан жасайды, болды. Сәл бір нәрсе дұрыс болмай қалса, болды. Бала екінші нәрсеге мынандай переключение процестерінде истерикаға ұшырап, тіпті стимға да өтіп кетеді. Бала бүйтіп қат қалады деп, себебі балаға бұзықтық жасауға, лас болуға, кір болуға, тірі болуға
мамасы мүмкіндік бермейді, себебі ол өзінің мамасында қалыптасатын нәрселер. Міне осы жерде мынандай нәрседе мен кездестіремін, папаларда да осы нәрсе болады, әсіресе перфекционист папаларда бәрін күшті орындау керек, мынау нәрсе болу керек, өз кәсібінде өте беделді, барлығын идеально жасауға тырысады, сондай бір ой қандай мынау күшті папа деп айтып жатады. Бірақ анау жерде бұл даже оның қасында бала отқан кезде бала да солдат болып қалады да. Бала солдат болып сондай балаға тірі болуға мүмкіндік бермейтін әкелерде мен көп кездестіремін. Осы жерде папа сондай болса, мамасы папасын басып тұру керек. Қой жаным, сен мынау шектен шығып кеттің, сен сондай өзің бола бер, балаға өткізбей қой сал. Немесе керісінше, бағана айттым ғой, мамалар, олар уже психикасы тұрақсыз адам болғаннан кейін, оларға көмек керек. Үйде здоровый адам, ол папасы. Себебі папа ол қоғаммен әрдайым байланыста. Одан бөлек папасында папасы бала босанбады ғой. Папасының гормоналды жүйесі барлығы жайында. Бұл жерде психикасы сау адам уязвимый бөлікті құтқарушы. Мына осы жерде жаным, сен барып кофе ішіп кел, сен барып дем алып кел, мен балаларды алайын, мен өзім далаға алып шығам, содан кейін папасы барады да, балалар балшықта ойнап, білмеймін, сыртта күшіктерді құшақтап, мысықтарды сүйіп, солай ешқандай невротизациясыз баланың процесін осылай қалыптастырады. Біреуде андай болса, біреу көмектесіп отыру керек. Баланс болу керек. Баланс болу керек. Бірақ осының барлығы, жаңа айтып отырмыз ғой, анаға көбірек жауапкершілікті арттыратын сияқты. Бұның бәрі не үшін жаңағыдай мамалар бежевый болып кетті, не үшін мен не идеальная боламын деген сияқтыға ұмтылып кетті. Себебі бізде қоғамда аналарға сондай бір көп талап қойылатын сияқты. Тіпті жаңағыдай олар бала психолог болып кетеді, мысалы, олар бірнеше кітап оқып тастайды, нутрициолог болады. Біз міне 5 айдан астық, біз 6 айда тамақ бастаймыз, қосымша тамақ бере бастаймыз. Соның бәрін зерттейді, өзі педиатр болып кетеді. Соның барлығы енді араласып кетеді де, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмей, және артық қылам деп тыртық қылып алып жатады. Жалпы аналарға қандай кеңес айтасыз? Міне ана болам деп жатқан адамдарға, қазір осы процестегі аналарға қандай кеңес бересіз? Бір алтын ортасы деп айтады ғой. Соны белгілеп беріңізші. Баласы дүниеге келейін деп жатқан аналарға не айтасыз? Енді бұл жерде, бұл өмірде менің ойымша, әрине бұл менің фантазиям ғой, менің ойымша баланс деген нәрсе жоқ. Баланс деген нәрсе жоқ. Бала біз қалағандай болмайды. Өмір біз ананы үлгерем, мен мынаны үлгерем деп ойлаймыз, бірақ бәрібір бір жерінде көбірек фокус кетіп қалады, ал бір жерінде фокус жетпей қалады. Сондықтан мен бірінші орында бәрін баланста ұстаймын деген ол қате нәрсе. Сондықтан балалы болуға дайындалып жүрген аналар болса, мен ананы жасаймын, мен мынаны жасаймын деген баланстың жоқ екенін айтқым келеді. Егер де сіздер ол нәрсені қабылдасаңыздар, мысалы фокусты балаға, фокусты отбасыға сіз беріп, сіздің өзіңіздің жеке тұлғалық процесіңіз, сіздің кәсіби процестеріңіз, олар жеткіліксіз болуы мүмкін. Олар жеткіліксіз болуы да ол норма. Себебі бағана айттым ғой, баланы дүниеге алып келу ол таңдау. Және ондай шешімге келгеннен кейін балаға диадалық осындай созависимый деп айтады ғой, сондай бір тәуелді қарым-қатынасқа түсіп қалуды қазірден бастап қабылдасаңыз, сізге жеңіл болады. Мен ойымша, егерде балалы болуға шешім қабылдаған аналар көріп отса, сіздерге айтар кеңесім, бұл жерде сіз жалғыз емессіз, бұл жерде баланың әкесі бар,
баланың әкесін тек қана бағана айттым ғой, бір выносливость, агрессия қалыптастыруда емес, баланың папаның орны мама сияқты болу керек. Бала тіпті 1 жасқа дейін папа мама деген нәрсені білмейді. Бұл жерде кім көбірек эмоционалды беріп отырады, сол адамға жақындау болады. Сондықтан осы жерде ұзақ уақытқа жоспарлаған амбициялардан мен енді бас тарту деп айтпаймын, сол тоқтата тұруға мен кеңес берем, себебі ол фрустрацияға ұшырауы мүмкін. Либо сіз күшті жетістікке жетесіз, бірақ сіздің балаңызға ол жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан осы жерде бастап жатқан үлкен проекттеріңіз болса, сабақтарыңыз болса, мүмкіндік болса паузаға қойып, немесе бала жоспарлауға дейін аяқтауға тырысу керек. Неге өйтіп радикально бұл болу мүмкін, неге үлгеріп жатады ғой, анау деген торт пісіріп жатады, бәрін үлгеріп баласы қасында жүреді деуіңіз мүмкін. Жарайды, мен онымен келісем, ол сіздің таңдауыңыз. Дегенімен психикасы не то что сау, психиканың қалыптасуы үшін маманың 100% эмоционалды включенный болуы, маманың баланың қасында тек физиологиялық тұрғыда емес, эмоционалды қасында болса ғана бұл балада когнитивті дамуы қалыптасады. Сондықтан білем, әділетсіз, бала папасын мама сияқты іздемеу мүмкін, дегенімен бұл сіздің таңдауыңыз. Сіз оған шешім қабылдадыңыз, соған жауапкершілік алу керек. Ал қалған ақпараттар, егерде осы нәрсені қабылдау болса, қалғандардың бәрі біз жаратушы күшті етіп жарат қойған ғой. Бізде интуиция деген нәрсе бар. Мысалы, біз сезіп отырамыз. Мысалы, бала 6 айдан асты, жаймендеп балада нормотипичный балаларда жаймендеп қызығушылық қалыптасады. Міне осы жерде біз балаға қосымша тамақ беруді біз уже қоса бастаймыз. Одан кейін, мысалы, бала 1 жасқа келген кезде уже балада қоршаған әлемдегі заттар қызық болады да, бала уже гуленеден кейін сөздерді айта бастайды, жай-жай. Ол үшін әрине курстарды оқып, ақпарат алуға болады, ол енді идеальный вариант. Дегенмен маманың ішінде өзінің ішкі дауысы болады. Егерде сол ішкі дауысты қарбалас әлемнен үлкен бір талаптарға мен сәйкес болу керекпін деген невротизацияны бір шетке қойып қойып, өзіңізге үңілетін болсаңыз, негізі ішкі даусыңыз бәрін айтып отырады. Сен бәрін жақсы жасап жатсың. Сенің балаңда бәрі күшті. Себебі сен бұл баланың мамасың. Сен уже жеткілікті жасап жатсың. Сен уже жеткілікті, сен жақсы мамасың. Деп ішкі даусы тынышталдырып отырады. Мен осы нәрсеге көбірек көңіл бөл деп айтушы едім. Қазір мен басқа психологтар жейді ғой енді. Мама болуға дайындалатын курс, бірдеңге деген қазір көп қой енді біздің әлеуметтік желідегі онлайн пространствода көп кездестіреміз. Ал мен қиындатпауын мен сұраймын. Көп, бізде ақпарат көп, ашық деректер көп, өмірді қиындатпайық. Сол сәтте өз-өзіңмен байланысқа түсуге тырысу керек. Қалған заттардың бәрі маңызды емес. Жарайды, Инстаграмда, білмеймін, бүкіл ЖК-ны сатып алсын, тіпті не то что пәтер, басқа мамалар, басқа адамдар. Бірақ сіз өзіңіздің миссияңызды сіз жеткілікті орындайсыз. Мен сол нәрсеге фокус қоюларыңызды мен ата-аналарға айтушы едім. Бір адамның мынандай бір пікірі бар. Сен егер бір нәрседен ұтсаң, міндетті түрде екінші нәрседен ұтыласың дейді. Бірақ сенде басымдық қайсы, сен соны таңдайды де, приоритетің. Яғни, мысалы, егер сен бақытты, денсау баланы қаласаң, онда сен карьераң жоқ болады онда сенде. Ал егер карьераңды қуалайтын болсаң, онда сенің балаңда проблема болуы мүмкін. Сен қайсын таңдайсың? Мен деген сияқты. Жоқ, бұл адамның кеңесі. Яғни бұл міндетті түрде сен біреуінен ұтсаң, бір нәрседен
ұтыласың. соны айтып тұрмын ғой, баланс жоқ. Ол миф, ол өзін жұбату үшін ананы үлгеремін, мынаны, ондай болмайды, ондай. Сапалы деген жерде сапалы андай аяқталған гештальт деп айтып жатады ғой, аяқталған іс-әрекеттерде баланс болмайды. Немесе бәріне үлгереді, мама бәріне үлгереді, сосын мама ұйықтардан бұрын антидепрессант ішіп жатады, мысалы. Бәріне үлгеру үшін, мама ертеңгі күні қайтадан оянып өмірді жалғастыру үшін, осы темпте жүру үшін мама антидепрессант қабылдайды, немесе бала антидепрессант қабылдайды. Сондықтан ондай нәрсе жоқ. Просто қиындатпай мынау өтірік Инстаграм әлемінен бас тартып, мүлдем ол жақтағы грандиозный сондай бір демонстративный бір сондай болады ғой. Енді біз дұрыс қой, біз қазақтар, енді түсінуге болады, біз қазақтар, бізде сондай нарциссттік процесстер бар да, біздің менталитетте бар. Енді біз аман қалған халықпыз ғой. Сол нәрселерді шетке қоя тұрып, мен білем, ол қиын шетке қоя тұру, себебі ол бізде ол триггер болады ғой бізге. Бізде оны жасағымыз келе бастайды, оған сәйкес болғанымызды қалаймыз. Баласы күшті тамақ жеп отырып, мен де нутрициологияны оқимын деп, мысалы, шырылдай бастайды да мамалар. Бірақ барлық балаға ондай супер пайдалы тамақтану керек деген нәрсе жоқ. В принципе, күнделікті жеп жүрген тамақты арасында тәтті жеп қойып, арасында тәтті сок ішіп қоюда, в принципе, ондай бір ондай қауіпті емес та. Сондықтан в край кетіп қалмау керек. Жай бар нәрсені кішкене алатын болса, өзіңмен байланыста болатын болса, мамасы, балада мама арқылы өзімен бірге байланыста болуды үйренеді. Мама арқылы папасы да бақытты болуды үйренеді. Мамаға байланысты. Бұл жерде мама өзіне жаны ашса, бірінші орында өзіне жаны ашса, ары қарай балада бәрі жақсы болады. Бұндай сау психиканы қалыптастыру үшін не істеу керек? Анаға, мысалы, оған жан-жақтан давление болып жатады. Ата-енесі, мысалы, айтады, сен жаңағындай ананың келіні осылай жұмыс істеп жатыр. Ал сен бір балаға ие бола алмайсың, балаң жаңағындай мазасыз. Еще ол балаң әлі сөйлемейді, не тындырып жатсың. Сондай сыртқы факторлар бар, күштер бар. Күйеуі, мысалы, айтып жатады, бір жағыма шығыссаң дұрыс болатын еді, міне ананың әйелі осындай жасап жатыр деген сияқты. Немесе ол өзінің құрбыларына қарайды да, жаңағыдай адамның өзін сау ұстап тұруы өте қиын сияқты. Бұндай кезде не істеу керек? Өте қиын сұрақ қойдыңыз ғой. Қазір мен былай айтсам, бүкіл жауапкершілік менің басыма ілінетін сияқты. Деген мен жауап беріп көрейін. Психика сау болу үшін мынау нәрсені ғана жасау керек десем, ол инфантильді жауап болады да, ол дұрыс жауап болмайды. Бұл жерде айналып келе мама өзінің ішкі күйіне назар аударса, мен не істеп жүрмін, мен неге мынаның бәрін жасап отырмын, мен кімге ұнауға тырысып жүрмін, маған бұл нәрсе керек па, тіпті мысалы бүкіл әлем мамаға қарсы болғанның өзінде мамада үнемі ақпарат ойында жүру керек та, мен баланы дүниеге әкелдім, ол мен ешкім қинаған жоқ, ол мен таңдауым, мен балаға бүкіл жауапкершілікпен мен жауап берем. Оған ол мынау қосымша сыртқы факторларының кесірінен даже мен баламда психикасы тұрақсыз болуына мен жол бермеймін деп баланы тұрақсыз процестерден алып тұрақтылықты қалыптастыру керек. Тіпті мен нәрсені айтқым келеді. Әртүрлі адамдар бар ғой. Біз қазір білетін, көретін, оқып жүрген адамдар бір саналы қоғамның бір бөлігі ғана, ол бір 4-5% ғана болуы мүмкін. Ал қарапайым өмірде біз әртүрлі жағдайды көреміз. Бәрінің психологқа баруға мүмкіндігі жоқ, себебі бұл қымбат шынымен де. Және бұл әшейін бір 10 курс алып реттелетін нәрсе емес. Баланың психикалық қалыптасуы өте баяу. Психика
піскеннен кейін ғана ол келесі деңгейге өтетін оның ерекшелігі бар, ол қазіргі адамдарға ол тиімсіз. Сондықтан көп адамдар психиканың жұмысына көп көңіл бөлмейді, себебі ол өте еңбек талап етеді. Главное, бала сөйлеп тұрып, жазып, санап, жауап беріп тұрса болды деп жеткілікті дейді. Бірақ баланың психикасының дұрыс қалыптасқанын қалаймын дейтін бір кішкентай ғана пайыздағы, сондай кішкентай ғана жиналған бір группадағы адамдарға мен ана нәрсені айтқым келеді. Барлық процестер, баланың когнитивті дамуы, баланың тұрақтылығы, баланың психикасының қалыптасуы, ол психикасы сау болу үшін бірінші орында мамасы, папасы өзінің ішкі күйіне назар аудару керек. Мысалы, адамдар айта береді, бірақ оны қарап, оның салдарымен жұмыс істейтін тек ата-ана, және ол нәрселерге фокус қоймаңыз десем, ол коллективті процестер ғой. Ол жалғыз өзі, білмеймін, бүкіл әулетке қарсы шыға алмайды, бірақ ондай сондай сенімді, сондай батыр мамалар бар да. Енді бәрі ондай емес қой. Дегенмен, сол хаоста болып жатқан заттардан кішкене алшақтап, өзінің отбасымен тұрақтылықты қалыптастыру керек. Біздің психикамыз тек тұрақтылықта дамиды. Мысалы, біз күнделікті жасап жатқан ритуалдар, мысалы, балабақшадан алып келіп, сосын жол бойы баламен сөйлесіп, не істедің, не болды, бүгін біреумен ұрсып қалдың ба, бүгін не өттің деген сияқты. Сосын үйге келіп, апыр топыр болып кешкі асты ішіп алып, одан кейін бала өзінің ойыншықтармен ойнайды, мамасы барып кухняны реттейді. Осы жерде ритуалға ауысады. Мысалы, бала түнгі ұйқыға дайындалады, бала ұйықтаудан бұрын мама ертегі оқышы, немесе папа ертегі оқышы деп ертегі оқиды, сосын бала ұйқыға кетеді, сосын мама жатады. Құдай-ай, мынау нәрсе қашан бітеді деп, мынау күнделікті қайталанатын рутина қашан бітеді деп қинала бастайды. Бірақ осы рутинный процестер сау психиканың қалыптасуына әсер етеді. Біздің психикамыз бізге не үшін берілген? Бізді қорғап тұру үшін. Мысалы, бір жаңа интервью болған кезде, мысалы, осындай интервью болған кезде, любой адам мазасыздана бастайды. Сол сияқты психика себебі сигнал береді. Сен ұятқа қалмау керексің деген сияқты қорғап тұрады. Дәл солай біздің психика тұрақтылықты жақсы көреді. Біздің баланың нерв жүйесі, баланың нейрондарының дұрыс қалыптасуы, ол тұрақтылықты жақсы көреді. Тұрақты ритуалдар болса, тұрақты бір мектепте оқу, тұрақты бір садикке бару, тұрақты бір маманмен соңына дейін кружокты аяқтау, ол психиканың сау болып қалыптасуына ол әсер етеді. Сондықтан мен осы жерде тұрақтылыққа назар аударушы едім. Өмірде не тұрақсыз болып тұр, соған фокус қоюшы едім. Ішкі күйім тұрақсыз, окей. Ішкі күймен жұмыс. Мысалы, материалды процестер тұрақсыз, окей, оны реттеу үшін біз не істей аламыз деген сияқты приоритеттерге байланысты мен тұрақтылықты қалыптастыруға көбірек фокус қоюшы едім. Әкелерге қандай кеңес айтасыз? Әкелерге айтатын кеңесім окситоциннің тек қана әйелде емес, ер кісіде де бөлінетін ұмытпаңыздар деп айтушы едім. Себебі бұл гормон баланы жақсы көруге, өзінен кейінгі жалғастырушы күшті нәрсе ғой. Қараңызшы, менен кейін менің жалғастырушым, менің балам, олар қарай сол ұрпақты жалғастырып отырады. Андай бір ғажап процестер ғой. Мына осы нәрсенің құндылығын, осы нәрсенің маңыздылығын үнемі ұмытпай, үнемі еске алуын мен сұраймын. Және әрине ата-ана баланы өсіру,
баланың сау болып қалыптасуына ол екі жақта ата-ана жауап береді. Бала қалай балаға мама қалай бүкіл ресурсын берсе, папа да дәл солай бүкіл ресурсын беру керек. Мысалы, бүкіл ресурсын бере алмаса, демалыс күндер бар. Демалыс күндері оның бәрін толығымен өтеуге болады. Сондықтан мен олардың жауапкершіліктен қашпауына мен кеңес беремін. Және мамаларға, балаға емес, мамаларға көбірек көмек беруге, оларға жанашуға, олардың тұрақты емес болуы қалыпты процесс екендігіне мен соны айқайлап тұрып мен папаларға айтушы едім. Мамаларға көмектесу керек. Мама тұрақты болса, бала да в принципе соған бейімделеді. Сол сияқты жауапкершіліктен қашпау, балаға сапалы уақыт өткізу, және есіңіз мынау нәрсеге тағы да үлкен фокус қойғым келеді. Бала лидер болсын, немесе бала өзін қорғасын, бала сдача беру керек деген сияқты осындай агрессивті процесстер ол үнемі пападан қалыптасады. Егерде балада сондай буллингке ұшыраған балалар болса, мүмкін оның себебі папаның жеткілікті қосылмауынан, жеткілікті қасында эмоционалды байланыс бермеуінен. Сондықтан мамаға жаппай, бүкіл нәрсенің бәрін, бізде күшті сөз бар ғой, делегировать деген. Сол жауапкершілікті алуға қашпаудың сұраймын. Мысалы, тіпті элементарно, жай қарапайым мысалы, мама мен папа ол команда, андай злой коп, андай жақсы коп, жаман коп деген нәрсе болмайды да, тек қана бір коп бар. Папа ұрысса, мама қасында тұрады, үндемей. Мама ұрысса, папа қасында тұрады, үндемей. Андай жұбатшымен деп бала бүйтіп манипуляция жасап тұрады ғой. Сол кезде екеуі бір команда болу керек. Ол команда тек қана бала тәрбиелеуде емес, ол командалық процесс, бытовой процессте. Мысалы, мама тамақ пісіреді, папа оны холодильникке салады. Мысалы, папа таңғы ас дайындайды, мама ланчбокстарға жинайды. Сол сияқты кейін бала осын көреді да, сосын бала қосыла бастайды. Сондықтан еркектік деген сондай бір грандиозный неден шығып, нағыз еркек болып, әке болуларыңызға мен көбірек фокус қойыңыздар деп düşünемін. Отбасы мүшесі екен, толық сезіну керек дейсіз. Рахмет, әсем, ақпаратқа толы сұхбат болды деп ойлаймын. Мінсіз ана болу өте қауіпті. Баланс өмірде жоқ екен. Сондай-ақ әкелердің, аналардың бала тәрбиесіндегі рөлі, лидер балалардың, оқымысты балалардың қандай да бір салдары болуы мүмкін екен туралы өте жақсы кеңестер айттыңыз. Осы біліміңізге, бөліскен тәжірибеңізге көптен көп алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, пікірлеріңіз болса, төменге жазып, бөлісе отырыңыздар. Әсем, көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Сәттілік. Рахмет, сау болыңыздар.